Мінекей мен 55 петля теріп алдым. Міне осылай осы ойыншыққа 55 петля дұрыс келіп тұр. Енді әрі қарай соединительный столбикпен біріктірдік. Енді екінші қатарды тоқу үшін 2 воздушный петля аламыз. Енді әр петляға столбик с накидом тоқимыз. Осылай әр петляға бір столбик с накидом тоқып шығыңыздар екінші қатарды. Мінекей қатарымызды осылай аяқтаймыз. Соединительный столбик жасаймыз. Енді 2 воздушный петля аламыз. Үшінші қатарда да столбик с накидом тоқимыз. Әр петляға бір столбик с накидом тоқылады. 55 столбик с накидом тоқимыз. Үшінші қатарды және төртінші қатарда да осылай 55 столбик с накидом тоқып шығамыз. Келесі 5-ші қатарымызда 2 воздушный петля. Бұл қатарда 2 прибавка жасаймыз. Мына жанынан, сосын мына жерден 2 прибавка жасаймыз. Сонда 59 петля болып шығады бізде. Осы қатарды 59 столбик с накидом тоқып шығыңыздар 2 прибавка менен. Келесі 6-ші қатарымызда ойыншықтың құйрығына орын қалдыру үшін бүйтіп былай тоқимыз. 6 воздушный петля аламыз. 2 3 4 5 6 мына жерден 3 1 2 3 төртіншісіне столбик с накидом тоқимыз. Ары қарай осылай жалғастыра береміз. Менің ойыншығыма кигізген кезде кішкене тарлау болып тұр. Тағы да бір прибавка қосамыз. Мінекей осы жерде прибавка жасаймын. Бір петляға 2 столбик с накидом. Сонда қатарда бізде 61 петля болып шығады. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Соңғы жағына келдік. Мына жерде бағана 6 петля жасадық. Осыны 1 2 мына екіншісіне соединительный жасап 2 воздушный көтерілеміз. Енді әрі қарай 7-ші қатар 8 9 10 11 қатар 11-ші қатарға дейін 5 қатар осы 61 петля осылай столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылай 5 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей 11 қатар тоқып шықтым. Мына жерден соединительный жасап
жіпті қиып тастаймыз. Енді келесі қатарды былай тоқимыз. 1, 2, 3, 4, мына бесіншісінен екі воздушный петля көтерілеміз. Осылай 26 столбик с накидом тоқып шығамыз. 26. Енді мына жерге қосамыз. Екі воздушный петля. Енді бір қатар 26 столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылай айналдыра тоқып шығыңыздар. Мінекей мен бір қатар тоқып осылай аяқтадым. Енді мына жағынан тоқитын боламыз. Ол үшін 1, 2, 3, 4 петля қалдырамыз. Мына жерден екі воздушный петля аламыз. Тағы да 26 столбик с накидом тоқып шығамыз. Осылай соңына дейін тоқып шығыңыздар. Мінекей соңғы жағына келдім. Мына жерде 2, 1, 2 екінші петляға соединительный жасап, 2 воздушный петля жасаймыз. Айналдыра тағы да бір қатар тоқып шығамыз. Осылай 26 столбик с накидом бір қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей шортигіміз ойыншығымызға осылай болып шықты. Мына жерін ине жіппен тігіп шығамыз. Енді шортигіне мынандай түйме қадап қойдым. Енді осыған бау тоқитын боламыз. Ол үшін 40 воздушный петля теріп аламыз. Отыз сегіз, 39, 40. Мінекей 40 петля воздушный теріп алдым. Енді 1, 2, 3, 4, 5, на алтыншысына соединительный. Столбик без накида тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін столбик без накида тоқып шығамыз. Мінекей соңына дейін тоқып шықтым. Енді осы жерден
тағы да 40 петля теріп шығамыз. Дәл осындай қып тағы да екіншісін тоқып шығамыз. Мінекей мен тоқып болдым. Түймесін қадап мынандай болып шықты. Енді құйрығын тоқитын боламыз. Құйрығын тоқу үшін кольцо амигуруми жасап, ішіне 7 столбик без накида тоқимыз. Біреу, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Жіпті тартамыз. Енді әр қарай 7 столбик без накида. Әр қайсысына бір столбик без накида тоқимыз. Осылай 20 қатар биіктікте тоқып шығамыз. Мінекей мен құйрығын тоқып біттім. Енді осыны ойыншыққа бұлай тігіп аяқтайтын боламыз. Мінекей арыстан ойыншығымызды тоқып болдық. Осылай болып шықты. Видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Тағы да жақсы видеоларды салатын боламын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.